Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз қазір Алматы облысы Іле ауданы Жауғашты елді мекеніне келіп тұрмыз. Бұл елді мекенде әйелдер колониясы бар, әйелдер түрмесі. Ол жерде бүкіл халықаралық құқық қорғау ұйымдары саяси тұтқын ретінде мойындаған қазақтың батыр қызы Әйгерім Тілеужан қамауда отыр. Оның әуежайды басып алмақ болды деген айыппен 4 жылға сотталғанын білесіздер. Бұған дейін айтып жазып жүрміз. Оның отырғанына міне 2 жылға жуық уақыт болды. Осы түрмеде отыр. Дәл қазір біз Талғат аға, бұл Талғат Құрбанқұлов деген кісі, Тараз қаласының, осы Жамбыл облысы, Жамбыл ауданының тұрғыны. Осы қоғам белсендісі, осы елдегі жағдайға бейжай қарамайтын кісі. Әйгерімді бостандықта жүрген кезде бәріміз жақсы араласқанбыз. Осы уақытқа дейін де Талғат ағамыз Әйгерімге қолынан келгенше көмектерін көрсетіп келді. Бүгін енді арнайы Тараздан осы жерге келіп, бірге Әйгерімге біз бірінші ас ауқатты өткіземіз, керек жарақтарын, жуынатын заттарын, өздері тамақтарын. Одан кейін заңды түрде 2 сағаттық кездесу болады бізде. Яғни қарама-қарсы отырып, ортада терезе болады. Отырып кездесу деген бұл 2 айда бір рет берілетін мүмкіндік. Соған келіп тұрмыз. Қазір заттарын өткізіп, Әйгеріммен кездесіп, одан кейін Әйгерімнің көңіл күйі қалай, сіздерге айтқан сәлемдемелері болатын болса, сонда біз жеткіземіз. Ал Әйгерімге барлықтарыңыздың сәлеміңізді бүкіл Қазақстанның осы көз ашық, көкірегі ояу, Әйгерім деп жаны ашып, Әйгерімге тиын тебен жіберіп отырған әрқайсыңыздан міндетті түрде сәлем айтатын боламыз. Naan, koffie. Жеңге беріп жүрген қой. Дәл осы араға қалай саламыз бұларды? Болды дейсіз. Бетін қалай жарыңыз? Көтіңіз. Ескеп айтамыз. Былай саламыз. Қопта. Құрметті көрермендер, біз дәл қазір Әйгерім Тілеужанмен 2 сағаттық кездесуден шықтық. Алдымен әрине әдеттегідей сол қағазбастылық бойынша ұзақ күттік, бірақ соңында Әйгеріммен жүздесудің сәті түсті. Әрине ортамызда стекло дейді, терезе тұрды. Қол алысып, құшақтасып, мауқымызды баса алған жоқпыз, бірақ телефон арқылы, телефонды ұстап тұрып, тұртқасы арқылы өзім көріп тұрып, осылай сөйлестік 2 сағат. Талғат ағамыз міне Тараздан арнайы келген, еңбегі еш кеткен жоқ. Қарындасындай болып кеткен батыр қыз Әйгерім Тілеужанмен сөйлесіп, оның жағдайын біліп, мынау көңілі орнына түсіп шықты. Енді сіздерге айтарым, сіздердің барлықтарыңыздың бүкіл осы Қазақстандағы осы саяси жағдайдан хабар бар, Әйгерімнің басындағы жағдайдан хабар бар әр адам Әйгерімнің тілеп отырғандығын, әртүрлі YouTube каналдарда, Facebook'та, Instagram'да, TikTok'та пікір жазып, Әйгерімнің амандығын тілеп, осы қазақтың қызы аман шықса екен деп отырған әрқайсыңыздың аманаттарыңызды, сәлемдеріңізді біз Әйгерімге жеткіздік. Елдегі жағдайдың барлықтарын ашып айттық, көрсеттік. Және енді Талғат ағамыз екеуміз оған амандық тіледік. Ең бастысы денсаулығының дұрыс болуын қадағалауын, аман есен бостандыққа шығатынын күтіп жүргенімізді айттық. Ал ол өз кезегінде ешкім мойындамасын, менің жағдайым жақсы деп. Енді әрине түрмеге түскен жағдай, ол түрмедегі жағдай ол жақсы болмайды негізі. Түрме, оның үстінде кеңес үкіметінің кезінде салынған түрме, суық түрме, жаңа заманға сәйкес емес. Бұл жерде қазіргі уақытта 700-ден аса кісі бар екен, әйел кісілер. Бір барақта 90 адамнан отырады. Бірақ енді Әйгерім қатты бір жалоб жасап, арызданып, мұңын шағып отырған жоқ. Бірақ бәріміз түсінеміз, түрме деген ол бостандықтың шектелуі. Оның үстінде Қазақстандағы түрменің жағдайларын біз бәріміз білеміз. Бірақ бір айтарымыз,
бізде бір гуманизм, мынау самогуманистік көзқарас деген болу керек. Өйткені әйел адамдардың осылай 700-ден аса адамдардың түрмеде отырғаны бұл енді сұмдық жағдай. Сол себепті енді менің айтарым, құрметті көрермендер, Әйгерім барлықтарыңызға ризашылығын білдіріп жатыр, сәлемін айтып жатыр, барлықтарыңыздың амандықтарыңызды тілеп, өзі тарқапаста отырса да, сіздер үшін, Қазақстан халқы үшін уайымдап отыр. Елде жағдайдан енді әртүрлі газет журналдардан хабары бар, қолында оның телефон жоқ, интернет жоқ, ондай байланыс мүмкіндігі жоқ оның қолында әрине. Соған қарамастан әркім біздің айтқанымыздан қарап, елде жағдайдан хабардар болды. Сол себепті құрметті ағайындар, әрқайсыңызға рахмет. Әйгерімге көмектескен, Әйгерімге тиын тебенін жіберіп отырған, әйтеуір аман шықса екен деген әрқайсыңызға Талғат аға екеуміз де алғыс айтамыз. Бар айтарымыз осы. Ең бастысы көзімізбен көрдік, денсаулығы дұрыс, барлығы жақсы болады. Және амандық болса, Әйгерім өзінің мерзімін өтеп, бостандыққа шығатын күн жақын болсын деп тілейік. Сіздердің назарларыңызда болған сонау Тараз қаласынан арнайы келген Талғат ағамыз және Абзал Достияров пікір жазып, таратып, осы эфирдің халықтың көптеп көруіне сіздер де үлес қосыңыздар.